Қалай өткен? Ода су бармағына жердің астында геология, гидрогеология, роза ветров деген бар жердің бағыты бәрі зерттеліп, ғылыми зерттеліп, бізге заключение берген. Зияндығы 500 метр, ары кетсе 1000 метрдей болады деген. Енді өздеріңіз білесіздер, біздің полигоннан 1 километр ма алыс қаланың полигоны. Олар 40 гектардай жерде, үлкен жерде, олар ашық, аспанның астына ашық бәрін төгіп жинап жатыр. Ол компания сізден үлкен компания. Ол компания тұра тұрыңыз. Мен айтып болайын. Сол 1 километр біздің технологиямыз басқа, арқылы түсіндіреміз ғой. Соның исі келмей жатыр, біздің кішкентай полигонның қалай исі келеді. Содан ана жолы өрт болды қасымызда. Мусордың жоқ, басып қалған жоқ, кешіріңіз. Басып болды. Халық өтірік айтпайтын шығар? Бір-екі сөз айтайын. Экологтар келді, ана орынбасары облыстың экологиясы. Мен жаңадан таныстым, жаңадан тағайындалған екен. Сол кісімен сөйлескенде не болып жатыр, мына өрт қалай? Бізге енді осындай бәрі қоғамдық тыңдау болады. Енді соған айтып, қалай болады мынау деген. Соңғы жолға шығып, ана полигонның алдындағы 1,5 километр жолға шығып, ана специальный эксперттерді анализ жасататын несімен приборлармен келіп тұрды, 2-3 метрде тұрды. Сонда қалай десем, превышение норм, допустимых норм превышения. Айтқаным сол, мен өзім ойлап тауып тұрған жоқ. Сіз бар емес пе? Сіз айтып отырсыз, сөйлеуге бола ма? Болды ғой, айтатыныңызды айтып болған шығарсыз енді. Маған бері тыңдап отырмыз. Біз де сөйлейік. Сіздер қазір осы жерде жиналысты өтті дейсіздер де, сонымен осылай аяқтап кетіп қалыңыз. Ләззат тәте, сіз наоборот халық жағында болуыңыз керек. Сіз сәлеметсіздер ме? Құрметті қояндағы тұрғындары. Мен Ләззат Амангелдіқызы, Целиноград ауданы мәслихатының төрайымы. Әдейі осы мәселе бойынша келдік. Шу көтермеңіздер. Бүгін ешқандай ештеңе бүгін қабылдамаймыз. Протокол жасамайды, тек қана бүгін слушание. Біз бүгін міне мына жаққа осы бүгін проектировщик осы завод салатын кісілерді шақырттық. Қандай сұрақтар бар, сол кісілерге сұрақтарын береміз. Сіздер ойланасыз, бүгін ешқандай шұғыла қабылдамаймыз, оған нетпей қойыңыздар. Анаға қол қоймаймыз, ойбай анау, мынау демеңіздер. Біз міне Асқар Айтмамбетович Заматима осы жерде отыр, мен мәслихат төрайымы отырмын бұл жерде. Мен сіздер маған нанасыздар, ешқандай ештеңе істемеу. Ой, анау болады, мынау болады, бүгін ештеңе ешқандай қабылдамаймыз. Решение шешім болмайды. Но қағыз сөйлесіп, айғаляспай, қазір сұрақтарымыз болады ғой, айтасыздар, қандай мәселе сіздерді беспокоит, қандай сұрақтарыңыз бар. Мына кісі сол сөздерге отырыңызшы, сіз председатель емес, отырыңызшы. Міне председатель есть собрание. Ол кісі айтады сөз, хорошо, кімді естімейсіз? Кого не хотите слушать? Неге? Айтады ғой, айтасыз, сізді айтады, ол кісі айтады, енді немене, сіз председатель болып шығып отырыңызшы. Ол кісіні мен білмеймін, қандай председатель болып. Бүгінгі осы собранияның председателі. Жаңа дауыс бердік қой. Неге дауыс бердік? Сіз Аманжол деген кісіні білмейсіздер, да? Осы ауылдың тұрғыны емес па? Местный сообществоның 10%, 100%. Енді қашан шешім қабылдаймыз, бәрі келмесе. Енді өздеріңіз неге айтпайсыздар? Жарайды, суббота керек. Біз келдік, келше, бәрін жауып кетейік дейсіздер ме қазіргі уақытта? Что вы требуете сейчас? Қандай мәселе сіздер шешімдер? Тыңдайық, мына кісіні Асылбекті тыңдайық, мына кісілерді тыңдайық. Айғайлай бермеңіздерші.
Хайров Асылбек, Алтайұлы. Хватит, да? Аға деп айтайыншы, сіз ақсақалсыз ғой маған қарағанда. Кішкене болса да шашыңыз ақ, иә? Тұра тұрыңыз, енді біз по факту айтып берейік сізге, иә? Не үшін біз қарсымыз? Біз сіз айтып жатқан мынау неңіз, полигоныңыз, үлкен полигон істелмей жатқанда, сіз мына жерден келіп, частный компаниямен келіп еще бірдеңе жартам деп отырсыз. Мысалы, халықтың біреуі сенбейді оны. Сіздер еще анада келіп бір 10-15 адаммен жиналып өздеріңіз шешіп кетіпсіздер вопростарыңызды мына кісінің арқасында. Тағы да бір кісілер бар, мысалға. Отырған кісілерді айтып отырмын да. Ол болмайды тоже. Сіздердің істеп жатқан тірліктеріңіз вообще по закону бірінші документ жүзінде сельхоз болған. Дұрыс па? Оны сендер переделывать еттіңіздер, үйттіңіздер, оның бәрі халық біледі. Ол қалай сіздер оңайдан оңай, ешкімнен рұқсат сұрамай, іргемізден әкеліп полигон саласыздар. Тұра тұрыңыз енді. Сіз айтып жатсыздар. Во-первых, сіздердің экологтарыңыз конкретно заң жүзінде Астананың акиматынан келген жоқ. Дұрыс па? Келген жоқ. Жоқ қой. Вопрос акиматтан келген жоқ қой Астананың. Дұрыс па? Жарайды, Көкшетаудан келген жоқ. Айтыңыз. Жоқ. Халықтың айта алмай жүрген әңгімесі, бұл жерде мен оның ойынан қыбырап алған жоқпын, Бақытхан әкім. Мен декретмен кезек-кезегімен айта берейін. Ең бірінші айтыңыз, жерді қалай ауыл... Сіздер тұра тұрыңыздар, мен айтып болған жоқпын сізге, мен мынаны айтайыншы. Мынау өртенген кезде сіз түтін келген жоқ, андай келген жоқ дейді. Бәрі көрді, видеофиксация бүкілінде бар. Мен өзім лично мына кісіні, мусор бар, Ақан деген кісі бар, ол кісіні сол басынан ұстап алған, өртеніп жатқан, көміп жатқан. Сіздер айтып жатсыздар, экологический бәрін заң жүзінде істеп жатырмыз дейсіздер. Қай жерде заң көріп жатыр, қай жерде өртенген нәрсені бетінен көміп жатқаннан кейін, қайдақтағы заң? Астынан реклама жіберіпсіздер, жарайды, оны да көріп жатыр. Салафан төсеп па, әйтеуір бірдеңелерін төсеп. Ол жоқ қой, қазір басталып кетті ғой мысалға. Төгіп жатсыңдар, бәленбай, мен 1000 күніне 100 ГАМАЗ кіреді, даяу. 100 ГАМАЗ. Сіздер айтасыздар, алған солатыне Ақанның өзі отыр, мусорный полигон ұстап алып жерде. Мысалға деймін да, күніне 100 ГАМАЗ кіреді. Сіздерге оның сыртында былай кіріп жатыр. Астананың тазалығы кіргізіп жатырсыздар сіздер, еще строительный деп. Көміп жатсыздар, қазір біз көзім видеофиксация бәрінде бар, біразында бар. Понимаете? Не өтірік айтасыздар. Сол үшін біз мынау жиналысты негізі өтті деп айта алмаймыз. Дұрыс па? Өйткені кәдімгі біз экологты акиматтан келсін, Астананың как положено осылай жиналсын. Мынау деген халық болмайды. Мына жерде 50.000 халық тұрады дейсіз. Сіз әкелесіз де прописка етіресіз, ол дұрыс емес. Любой қазақтың баласы, любой қайдан келсін, ол тұруға имеет право, қай жерде болса да. Түсініңіз ба? Түсініңіз ба? Бір жерде әйтеуір прописан ба, болды. Сен бастарып, анау жоқсың деп. Жарайды. Экологтарды айтып отырмыз. Сіз жаңа соны қозғаған, сол үшін айтып отырмын. Экологқа айтатынымыз, біз қарсымыз. Сізге соны айтайын деп келіп отырмыз. Мына жерде көп адам қарсы. Сіз ойланыңыздар, мына жерде біз завод ашып аламыз деп. Болмайды. Заводтың бізге дым қажет жоқ, құдай-ау. Өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, сасып бүкіл келіп жатыр. Сіздер айтып жатсыздар, сіздер уже санитет тастадыңыздар. Мынаның астында өздеріңіз білесіздер, су жүріп жатыр дейсіз. Білесіз ба? Су жүріп жатыр. Сіз суды уже травить етіп жатсыздар. Қазір данный момент. Жауап берші. Сөйлеймін мен. Сөйлегім келеді, сөйлеп отырмын. Енді бір айтты ғой, енді жауабыңызды бердіңіз. Біріншіден, ана жер мәселесі бойынша. Мен оны бір рет айтқам, 2021 жылы, мен ол жерді сатып алғам. Сельхоз. Ол сатып алғам, иә? Документі қалай істедіңіз? Иә, комментировать етпей ақ қой, мен сізді тыңдадым ғой, ештеңке өрмей, ештеңке қылмай. Сол ауыл шаруашылық жерін сатып алғам. Сонымен күзде сатып... Ешқандай полигон болмайды. Сіз сөйлесіз ба, бір сылау болу керек қой, қоғамдық бір порядок болу керек қой. Ана жылы облыстың әкімінде алды сізге, айтты сізге. Енді айтып болайын да, сұрақтарыңызды қойдыңыз. Сіз бар емес пе? Сіздің айтып жатқаныңызды бәрі халық көрді, қоянды көрді. Сіздің нақты қазір сіздің ойыңыз тоқы шалып алу.
ана жолы осы құқықтық органдар, облыстың әкімі алды ғой, мына тәртіппен өту керек, шара қолданыңдар деп. Прокурорға да айтты, енді қайтып сол болып жатыр ғой. Тыңдап ал, маған сұрақ берілді ғой, нақты сізге мен арыз аламын. Бәрін ана видеоға фиксировать етіп, ал енді сұрақ қойдыңыз ғой, сұраққа жауап берейін, сол сұраққа жауап беруге бөлмей отырыңызшы, 5 минут. Енді жер туралы, кезінде ауыл шаруашылық жерін сатып алған сөйлесті. Күзде сатып алған, қыстан кейін келсем, о жақта осы ауылдың қоянды. Ол кезде Айбек әкім, ана ластанған суын, канализационный суын машина күніне 10-15 машина келіп ана суға төгіп толтырып жатты. Бәрі айналаға сатып, ол ана канализационный су сатқанданы Сафиевтағы газині. Тоқта, мен айтыпты, сонда қайда болдыңыздар? Сол төгіп жатқанда, енді сөйлетші, айналайын сөйлетші, енді кішкене не, сол суды өзім қуып жібердім. Бір өзінің дөңгелегіне пышақ тықтым ба, милиция шақырдым ба, экологтарды шақырдым ба, тоқтамайды. Әйтеуір өзім сондай шара қолданғанша кеткен жоқ олар. Соңғы мусорды 3 жылдай төгіп жатыр, қазір де төгіп жатыр. Қоянды ауылы, Талапкер, Сүңген, Қызылсуат бәр жерден тасып жатыр. Соған оны айтасыз, мен бөлмеміш, Сүңген айтасыз ғой, мен сізді бөлген жоқпын ғой. Соның бәрін, маған кеше жаңа видеода да айтып жатыр, оны қабылдамасақ қайда тасыз? Біреулер айтады, Қояндының наш етінде жердің астында өзен бар, Сафиевка жақта. Сафиевкаға барған жоқсыз, құр ол жерді ластап, мен Сүңген келіп, Айбек деген әкімге келдім сол кезде. Айбек деген, мынау менің жекеменшік жерім не істедің не жатыр, мынаны қоқыстарды төктім. Біз қоқыс тасу жер жоқ деді. Осы жаққа тасып жатыр, мыңдаған тоннадай тасып тастаған сол жаққа. Сүңген ауданның әкіміне бар, облыс бәрі біледі деді. Ауданның айтып дейін, ауданның әкіміне бардым. Енді мына жерді ауыстырып бер дедім. Қаншама ақша салдым, сатып алдым, ауыстырып бер дедім. Ол кезде Бақытхан Амантаев деген ауданның әкімі. Ол заңдармен жиналып айтты, енді мынау болған іс болды, енді бұны шығарамаймыз, бұл көп жиналған, енді бұны заңға келтіріп, бірдеңке завод салып, бірдеңке істесеңші деді. Мен оған қатысым жоқ дедім. Мен оны зерттеген жоқпын да, білмеймін ол қандай бизнес екен. Менің құрылыс жағында техникам бар, нем бар, Сүңген таныс болған сайын сол жағынан мынаны алсаңшы қолыңа. Жоқ, мен алмаймын, мен білемін, экология жағы өте қиын, бірдеңкеше болса ол қылмыстық. Оның бәрін зерттеуге бәрі біліп отырған. Мен бәрін зерттедім, ол үшін Қытайға бардым, Белоруссияға бардым. Бір жылдан кейін шешім қабылдадым. Жарайды, осыны бастайын дедім. Техника алдым, жердің мақсатын, ана жерде ауыл шаруашылыққа жарамайды. Мақсатын Сүңген ауыстырады. Мынау любой межселенный территория дейді, любой жақта бір предприятие бірдеңке ашса, сол ауылды жерлерде, ауыл шаруашылық жерлер. Соның мақсатын ауыстырады. Мына жер одан сайын ластанған, бонитеті жоқ жер, осы жерді бұрыннан бері пайдаланып жатқан осы қоқыстарға соны ал деді. Соны ауыстырып беремін. Çünkü маған 10 гектар керек дедім, 10 гектарға бөлінбейді деді. 40 гектарын ал деді. Мен оны не істеймін деп әрең соған ақша тауып әрең ауыстырдым. Сүңген заборын салып, ана бұрынғы мусорларды кішкене реттеп, бәрін жөндеп, техника алып, мына бір проекттің өзі, қаншама тонн проект, 1,5 жыл жасалды. Оның ішінде экология бар, тағы не памятники культуры дейді, әрбір саладан рұқсат алдым. Су несіне, бассейновый хозяйствосына бәр жерден қаншама жүгірдім, 1,5 жыл.
оны гидрогеологияны жерді бурить ететін нелерді қарағандыдан шақырып судың көлемі бар ма 30 метрге дейін штольні 20 жерден жасады. Документтер бар ма? Видеофиксациясы бар шығар? Өзіңізге жіберемін. Сол жақтың тесіктерін де көрсетемін. Осыдан кейін бар қайда жасап соны көрсетемін тесіктерін. Енді сіздікі қалай сол? Тисе беруге құр мынандай мусор болса, мусормен свалка болса. Жоқ, мен түсіндіріп жатырмын ғой, түсіндіріп жатырмын. Содан кейін қазір күннің ең ыстығы қазір осы күндерде болды. Иіс келді ме? Дозиметрді алып бірге шығайық халықпен, бір контролирующий бір достаны құрайық. Енді жоқ деген оның жауабы болу керек қой, мағынасы болу керек. Басқа жерге салғыздар, кеше район әкімінің облысына ақпан сұрап отыр деп, барыңыздар сұрап. Бүкіл ауыл бізге әкеп отыр, қоянға. Олар не ойламай болсын да бізде? Бізге неге әкелу керек? Бүкіл ауылдың көбі бізге неге әкелу керек? Жоқ, о жақта бұрыннан бері болып жатқан сондай свалка. 4 жыл болды, 4 жыл бұрын қайда болды? Көңілге қан бойынша болмайды. Ассалаумағалейкум, құрметті Қоянды ауылының тұрғындары. Қоянды ауылына 2019 жылы жаңа видео болғанда келген. Көрдіңіздер видео? Көрдіңіздер ғой? Сол кезде келіп, 5-6 миллион ақшаны салып жүріп, тазалағам. Сол кезде айтқан ауыл әкімі, аудан әкімі, сөз істеп беріңіз, біз сізге полигон бәрін жасап береміз. Ол кезде қалаға, біздің қалада қабылданмады қалаға. Өйткені Қояндыда небір мұсылар болды. Өзіңіз көріп тұрсыздар ғой және. Содан сол жерде 3 гектар жер берілді, 2 гектар жарайды дейміз. Содан қараңыз. Сол жерге тасыдық. Сол жерге тасыған кезде бұл кісінің жер екенімізді білген жоқпыз. Біз сол жерді бұлғаған, біз бұлғадық сол жерді. Соған мен айтқам, осы күнді айтқам, Мұнайсың айтқам, бүкіл сотқа да айтқам, мен тікелей жауап беремін сол жерді бұлғаған үшін мойныма деген. Содан Қайрекең айттым, Қайрекең мен завод салатын, ондай жоқ, сіз енді оққан, тоққан, білетін адамсыз ғой, сіз осы жерді ауыстырып берсе, завод салыңыз, мен сол полигонды жауамын дедім. Қазіргі таңда ол жерге бәрібір де сол мусор болады. Салынса да, салынбаса да. Қайда тұрасыздар қазір мусорды? Онда да қояқ бүкіл мусорды шығарғанда. Жоқ, енді ауылды онда тура. Қараңыз. Енді Ақмолаға апарайын да, сіз онда каждый үй бассайын, 10 мың төлейсіз ба? 10 мың төлейсіз ба? Апарайын мені. Апарайын. Жоқ, кәдімдесіз. Сіз қазір башы 2 мың төлейсіз ба? Айтыңызшы, қазір 2 жарым төлейсіз ба? Көрді сіз алға төлемесіз ба? Сіз қараңыз жарайды. Сіз 2 жарым төлемей тұрып, 10 мың қалай төлейсіз? Қалай төлейсіз? Сіз қалай төлейсіз? Кеше қараңыз. Кеше түтін болды, түтін болды, соңызда лабораторияны шақырып тоқтаңыз. Түтін болды, соңызда түтін болды, тоқтаңыз, өртенді, түтін болды. Именно сіз сияқты полиоқорға болмасын деп біз тексердім ауылға. Енді қараңыз, полиоқор сізге, сіз соңызда қайда болдыңыз? Ben tülüverim. Zavod faturası isteyelim. Şuna. Hasret. Ben isteyelim жұмысты. Önce sağlıklı bala verin. O isteyelim musulamız. Ben de benimle isteyelim. Ben isteyelim.
Жақсы, ауылдастар, мынандай мәселе нақты жаңа сұрақ қойылды ғой сізге, Қайреке? Нақты. Нақты сұрақ қойды. Қайреке, сіз жердің мақсатын өзгерттіңіз, иә? Нақты. Сіз тез-тез өткізіп сөйлесеңізші, бәрі халық тыңдап отыр ғой. Не мәселе деген сияқты. Қазір сіздің заводыңыз қандай болады? Қандай не істей аласыз? Қоянның халқын не істеп бере аласыз? Немен сендіре аласыз халықты? Соны айтып берсеңізші бізге. Сол жердің мақсаты қалай оған келгенімді түсіндірдім. Ары қаратай енді мына экологтар болсын деп сондай не болып жатыр. Бұл мынау проект бойынша экологтардың заключениясы болады, бар. Оны бәрімізге таратып беруіне де болады. Заключение. Су жағын, несін, ол облыстан экологтар біз міндетті емес сондай қоғамдық тыңдауға келуге. Жоқ, олар сен ондай нелерді айта берсін, арандатып мені. Заключениясын берді, бастығы қолын қойды. Сол жетіспейді ма заключениясын? Енді ана жолы, сіз анау неде, журналистік неде, Ертісбаевтар жүрсіз. Ол полигон емес, ол Завод. Сізден өзіңіз тұрсыз. Сіз жұмыс дейсіз ба, күнде сондай қоғамдық неде. Подождите, пожалуйста. Я просто казахшамен, я на русском буду сказать. 3 минуса этого полигона. Это, во-первых, экологическое, это во-первых. Во-вторых, все крысы, мыши, это все будет наше. Это второе. Третье, вы говорите инвестиции. Инвестиции, они инвестируют, они не будут выбирать, где вы им дадите землю. Они эти деньги, они все равно вывезут за границу. Так? Это какой-то процент рабочих мест, вы говорите. Давайте я вам подождите. Это какой-то процент подождите, пожалуйста. Это какой-то процент рабочих мест. Это, ну как вам сказать, это как одна конфетка и замена не получает пачку конфеток, грубо говоря. Чтобы ставить завод, допустим, если посмотреть на мировую практику, Малайзия, Индонезия, где ставят они заводы, да, они это все перерабатывают, они это все рассчитывают. Но извините, завод стоит, не завод, а вот этот полигон, который стоит возле базара, он же сколько лет стоит? Вы знаете, сколько лет он стоит? Если у вас там есть такая возможность, это, допустим, вот, пожалуйста, вам этот полигон. Работайте этот полигон. Почему вы нет? Вот я говорю 3 минуса, я за вопрос не задаю, я говорю 3 минуса, которые были, да? Вот вам, пожалуйста. Вы говорите, вот тот раз горела свалка, был запах. Запах не обязательно, но идет газ, который не чувствуется, но он и передается воздухом. Понимаете? Да. Это все вызывает, мы же это вдыхаем, мы же воздух не видим, мы же это все вдыхаем. Также, сейчас, подождите, я отвечу, я потом иду, у меня ребенок маленький дома. Потом смотрите, вы говорите, почему 4 километра? Вот вчера на днях мы проезжали мимо базара, лежала огромная крыса, ее сбили, она шла с мусорки или откуда. Это не просто крыса, там как кошка она была. Нет, мы проехали уже, я же не остановлюсь, не буду фотографировать. Но факт в том, что я это видела, и мы еще так удивились, и вот просто сами об этом, люди об этом думают, почему они против. Вот, знаешь, из-за этого. Спасибо. Так,
насчет, да, я уже так волнуюсь, что уже не помню то, что вы вот, ну, мне кажется, вы сказали крысы, да, теперь газы. Бірінші бұл жаңа айтып отыр, газ шығады жанған кезде. Соның газын үстіне бізге келе ме деп бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, жаңағы крыса, тағы басқа сияқты көбейіп кетеді деген алаңдаушылығын айтып отыр. Сіз енді как грамотный, национальный политикасы бар, экологиясы бар, қауіпсіздігі бар, халыққа не айтасыз? Қайта бұл жерде сөйлеу, әңгімесі сіз халыққа өзіңіздің вопросты нақтылап жеткізген сұраққа жауап беріңіз. Халықпен кездесу, тыңдалым, халықтың сұрағын қояды, сіз жауап бересіз. Орысша сұрағансын, орысша жауап. Қазақша айта берейін ба? Инвестиция. Жарайды, сол инвестициядан бастайық. Давай, жауап беріңіз. Жауап беріңіз. Инвестор өзінің жеңгемен бұның жері өзінікі, ақшасы өзінікі. Жерге әкеліп салу, бұл кісі өзінің жобасын жасап, бізге келіп отыр. Түсініңіздер ма? Солай ма қаке? Жарайды, сол инвестор туралы. Инвестор ол ақшасын береді да, өзі процентімен алады. Қанша 3% береміз Қытайдан сондай. Бәрі жұмыс орындары бәрі осында қалады. Ол мынау 7 миллиард келді ма? Соның 12%, даже 10% дейді, 700 миллион осы неге келеді? Салыққа, осы ауданға, Целиноград 700 миллион. Сонымен қаншама жұмыс орындары болады, 100. Күнде анау 3 смендік сортировочный болады, лента. Жабық, лента сортировочный. Сода сортировка жасайды. Ана бір тамақ өнімдері, соңғы темір 17 компонент, соның бәрі бөлшектеліп, қайтып екінші вторичное использование дейді ғой, люк жасаймыз, ливневка жасаймыз, тағы не. Ана бір тамақтың қалдықтарынан компост жасаймыз. Ана ауыл шаруашылығына пайдаланатын компост. Соңғы ана пиролизный пеш деген бар. Ол мынандай бочка в бочке былай, естественно, ол қызғанда анау бір кішкентай трубка открытый өртпен емес, кішкентай трубкамен испарение болады. Содан солярка, бензин, газ табамыз. Оны көрсете аламын, ана суреттерде бар. Құрметті ауылдастар, сіздер түсініңіздер, бұл полигон емес, бұл полигонның мусорын переработка жасайтын завод. Міне, қазір роликтарын көрсетеді. Сіздер айтып отырсыздар, завод керек емес кетсін. Жарайды, бұл кісі басқа назначениесін ауыстырып басқа жаққа кетсін. Басқа ауылда тұра тұрсайшы айтып болайын. Бірақ мына қалған полигонды не істейсіздер? Қалай жабады? Тұра тұрыңыз, қалай жабады? Бетін топырақпен жауып па? Бетін топырақпен жауып, мысалы қазір экологы келген жоқ. Бетін топырақпен жапқанда нағыз полигон, оның астындағы полиэстер, полиэтилен сіздер білесіздер. Он столетиями не будет разлагаться. Нағыз қайдалып кетеді. Сол полигонды, тұра тұрыңыз, сол полигонды бастап салып атқанда Гүлнар тәте сіз бар. Сіз бар Гүлнар тәте. Алия сен барсың. Бәріміз сол жерге видео түсіріп, жабайық дегенде осы халықтың ешқайсысы қимылдаған жоқ. Қанша не шақырдық, қанша блогер, қанша телевидение шақырды. Сол кезде нам осылай жиналып шықпадыңыздар. Нет, подождите, это не вторая тема. Сейчас первая тема. Ладно, мы не разрешим. Подожди, ладно, ладно, он сейчас уйдет. А с этим мусором что мы будем делать? Ну как он решает? Как он будет решать? Күйеуңақ сөйлеңдерші, күйеуңақ. Не дейсіңдер? Жоқ, ол топырақпен жапқанда не болады ол? Нағыз полигон сол кезде болады. Орнына ештеңе өспейтін полигон болады. Сіз мынау қазір до конца мұқият тыңдап алыңыздар. Жаңа кісінің кеткен жақсы болды. До конца роликтарын бәрін тыңдап, бірінші танысып алыңыздар. Сіздердің ойларыңыз полигон емес, ол завод, ол қалдық
сіз өндіретін завод түсініп отырсыз ба? мен қараңыз, мен жауап беремін, жауап беріп те келгем. Қараңыз, кешегенде тоқтаңыз, кешегенде от бір үй жатып кетті да, сол кісі маған 10 рет звондады, мен мусорымды сізге апарып төгерейінші дейді. Мен айттым, бәке төктірмеймін бүгіннен бастап дедім. Потому что завод салынбайтын болса қауіп, мен ол мусорды бір жерге құртуым керек қой. Толтай бермеймін ғой үстіне. Бүгін былай менде шешім. Заводқа бәріңіз қарсы болсаңыздар, ауыл мусорын жинамаймыз, және ауылдан бір мусор қабылдамаймыз. Болды. Ешкім елемейсіздер. Қанша ақсақалдар бар, қанша адамдар бар. Ондай. Все, хорошо. Арнайы осы күнге төккен мусорға, осы күн төгіліп тұрған мусорға мен соттың алдында да, Алланың алдында да, халықтың алдында өзім тіке жауап беремін. Құрметті ауылдастар, бүгін шешім таппаса, Қоянды ауылының мусоры тоже маған кірмейді бөлімге. Мен де пока, все, хорошо, жақсы. Мен сіздерден жинаған мусорды, сол Малиновкаға қабылдайға апарып, бірақ осы ауылдың мусоры 2,5 теңге болады. 5 мың келі 6 теңге болады. Жақсы. Жақсы, және тауып аласыздар онда. Бұл мәселенің де орны бар. Айтылған қаланың полигоны, шет жақтан қаланың полигоны, оны кейін ол ғана суреттерден көрсетейін, кітаптерден көрсетейін. Қаланың полигоны жан-жақты мусорды қабылдамайды. 95%-қа толған қаланың несі. Қабылдамайды. Оны кім қайда апарамыз? Мен қазір сол енді мынау проект бойынша мынау Қытайға барған жеріміз. Гүлдерде өсіп тұр, мынау қаланың шетінде. Тура қаланың ішінде, мына жерде 20 миллион халық тұрады. 20 миллион халық тұрады. Осы беті, асты, мынау шұңқырдың асты, витонитовые плиты деген біз Россиядан заказ береміз. Астын сол витонитовый плитамен 8-9 метр шұңқыр қазылады, котловандар 3 котлован болады. Соны витонитовый плиталармен жабады. Ішінде су, тағы лай су алып кететін тағы трубалар, коммуникациялар болады. Мынаның ішінде тағы кіретін андай коммуникация трубалар болады. Сол метан газын бір накопитель дейді ғой, газ жиналады. Сол жаққа жинайды. Міне мына трубалармен. А мусорды алып келгенде шет жағынан көтеріп, сол мусорды ішіне сеуіп тұрады. Міне қасында тұрмыз, ешқандай иісі жоқ. Осыған жетеміз келешекте. Бірақ бұл екінші этап. Біріншіден ол біз осы нені витонитовый плитамен саламыз. Ол 3 шұңқырдың өзі білесіздер ме? 3 миллиард теңге тұрады. 3 миллиард. Витонитовый плитасымен бәрімен қаншама ақша. Оны қашан мы отобьем, неизвестно. Может, я разорюсь на этом. Итак, бәрін саттым мен осыған салып енді. Осындай міне қаланың ішінде тұр. Сонымен АБК салынады. Мынау Белоруссияда болғанбыз. Белоруссияда әне сортировочный линияларын қарадық. Потому что Қытайдікі бізге ұнаған жоқ. Қытайдікі арзанырақ болса да, олардікі тез неден сынып қалатын нәрсе. Оны да зерттеп, басқа жақтарда Шымкентке бардым, Алматыға бардым, қарадым заводтар. Қытайдікін ұнатпай жатыр. Тағы проводтарды, компост жасайтын линияларды қарадық. Сонымен осы бәр технологиямен біз жасағалы жатырмыз. Анау мен инженер емеспін, өкінішке қарай менің инженерім ол 2 цех салған Павлодарда, мынау ГОКта, Степногорскта салған, тәжірибесі жақсы. Ол қазақша сөйлей алмайды. Ол қазір технологиясын бәрін түсіндіретін еді. Сол орысша рұқсат болса, орысша қазір шақырып түсіндіртейін, қалай болады екен. Ол жерде мен эколог емес, сол жердің леснигімен сөйлескем. Жібек жолында тұрады ол кісі. Келіп біз ол кісіні шақырамыз. Жаңа лас суды төккен кезде, ақантайдың мусор тұрған жердің жанына төккен. Сіздің жер чисто как стояло, так и стояло. Ол жерде ешкім лас су төкпеді. Ол бір. Екіншіден біз міне халық адамдар болып, 12 адам барды. 3 машина болды. Мен өзім мамандым инженер. Ана сіздің орыс кісі болды, жаңа осы жерде жүрді. Сол
Николай Богатеевич. Ол охрана шығар, охрана. Ол сол кісіге айтты мен, давайте составьте нам проект. Біз көрейік, бізде инженерлер бар, ауылда білікті адамдар бар. Проектімізді көрейік. Оны біз тек қана қолдаймыз. Берейік проект. Оны маман болмасаңыз, оны өзім түсінбеймін көп жерде. Біздің инженер. Жақсы, берейік. Ол проблема емес, оны берейік. Көрес, 2 ангар болады. О жақта ана дөңгелектерді жуатын, весовой болады, бәрі аппараттар ішінде сметасымен, мына 7 миллиард қайдан алды? Соның ақшасы, соның бәрін бір адамға берейін, бір адамның несін беріңіз маған, ана WhatsApp-ын, сол жаққа бәрін жіберейін. Ол Николаевич, ол охрана ғой, тұрған шлагбаумда отырады. Ол кезде болмаған шығармыз. Қазір мынаған дайындық жарты күн Көкшетаудамыз, әрбір ұшып жүрміз. Алматыға ма, мұнда ма, бұл шаруасы көп нәрсе. Мынау сортировочный, мынаның ішінде адамдар мына линиямен сортировочный. Мынаған ана жерінен салынады, загрузочный бар, мына лентамен жылдайды. Андай помещенияда адамдар, мынаның ішінде адамдар қанша линияда бір сменада 30 адамдайды кіріп жұмыс істейді. 3 смена жұмыс болса, 3 смена оның бұл сұрыптаудың несі пайда? Мусордан 3 есе, 4 есе пайдасы бар. То есть доход от конечной продукции, мусорды қабылдап, дикую қабылдап жібере бергенше, сұрыптау еще вторичной переделкаға түсірсе, бензин, май, ана канализационный, ана полға төсейтін мынандай нелер жасаса, бағасы да көтеріледі, компанияның несі. Ең басшы осыдан доход аламыз деп, осыған тіреніп отырмыз бизнес планымызда. Енді ол сұрағыңызға жауап берейін. Рахмет, соған көріп отыр. Жақсы, мен айтайын. Бұлай айтқанда, ол Астананың территориясы басқа жердің қоқысын алмайды. Ол жаққа ана өртейтін инвесторларды Қытайдан шақыр, ана жақтан шақыр, олар бізді кіргізбейді де, не қылмайды, қарамайды. Мынау ауланың бәрі тоғайларда, ана Мала Тимофеевка бәр жерде жүрдім, қоқыс, толған бәр жерде қоқыс. Енді жаңа ойымды не туралы айтайын деп едім осы. Siz жеріңіз болса, sizin жеріңіз кім жеке жерлерді берді. Ал районда өкіл болмайтын бәріміз шақырсаңыздар көшем. Мен өзім жалғызбын. Мен біздің жолымыз жөнді ауыл болып шашырап өзіміз жаңағыдай жаннан түскенде мұңсыз қалып бәрін ауырып. Аға, былай айтқанда, абай айтқандай жартасқа артын айғай салып, одан да жаңғы. Аға, мен айғайлап сіздер басқа жер құлыпталған жақсы. Менің ақшам жоқ, менің ақшам көп емес, бәр ақшамды осыған салдым. Енді әдейі арандатып отырғанға тыңдап, диалог айтып отырмын ғой. Аға, енді мынау ғылыми зерттенген бұл жақтар, жан-жақ ғылыми зерттенген, экологиямен, бәрімен зерттенген, ешқандай итсі болмайды. Полигонның ешқандай зияны болмайды деген ол ештеңке саналмайды ма? Сол енді мынау мен қояндың мына жерде футбольный полесі бар ғой, крытый, Бауыржанға соны өз ақшасына салған. Мен салар кезде соған бәрі қарсы. Қазір келмеймін дейді.
қарсы болған. Сен оны білмейсің. Қазір шаршадым мен оны. Өзім айына бір-ақ рет келемін. Халыққа футбольный поле салдым, не салдым мен. Ол менің көршім Астанада. Ой, деп басын ұстап, сен қайда кірдің деп жатыр. Сол дұрыс па? Астанада да үй салса, бәрі келеді. Мына жерге үй салдыртпаймыз деп. Соны артынан келеді, маған квартира бер, маған не бер деп, сондай рұқсат береміз деп. Әрбір адам бар, арандатушы адамдар бар. Мынау керекті нәрсе, таза нәрсе, болашақтың нәрсесі. Неғып оған қарсы, соны түсінбеймін. Жоқ, мен түсіндірдім ғой. Жауап бер. Менің жерім осында болды. Мен онымен айналыстым да келген жоқ. Айналысқаным мәжбүр болдым оған. Құрметті қояндықтар, мен сіздерге қазір бір сөз айтайын. Жай қарапайым сөз берейін. Біз ана Астанаға бар дейсіздер. Ана Ақмолға барды. Ақмолда саламыз. Ақмолда өздері осындай кісілер бір зал болып айтты. Мына полигонда әкімге айтты, аудан әкіміне. Бізге әкеліңдерші, бізге салыңдаршы сол полигонда. Неге? Тұратыңыздар. Ең тығыз население, міне ана жолы әкім облыс айтып кетті ғой. Біздің Қазақстанда осындай тығыз бір ауыл деген жер, соншама халық тұратын жоқ шығар Қазақстанда. Тек қана қоянды осы. Ал енді тұратыңыз. Сөзді бөлмеңіз, мен сіздің сөзді бөлген жоқпын. Мен сіздерге жай қарапайым сөзбен айтатын, ол полигон салынады ғой мына кісіден. Просто мына кісінің осы жерде сіздерден ештеңе сұрап отқан жоқ. Қазіргі кеше күні алда да, ол даже мынандай завод салынғанда, бұл жаңадан шыққан положение. Ол кісі проекттерін жасап атқанда, ол өзінің жері, например, сіздерге келіп жер сұрамайды. Ауданға келіп жер сұрамайтын. Бірінші уақытында, раньше. Ол заводты өз салатында. Келді инвестор заводқа, мен жерге завод салам, ауданға келіп экономикаға, міне мынандай инвестиция келем деп. Ал енді осы келген уақытта қазіргі завод салғанда заңға местное населениемен согласование аласың деп, соған дейін болды қазіргі уақытта. Ал алдында ол кісі проект жасағанда, ондай не положение болғанда жоқ. Ол кісі проектін жасады, өзінің жері бар. Ол ойлаған жоқ, сіздерге келіп, ертең күні мен 7 миллиард или неше миллиард сізде? Ол только несі ғой? 6 миллиард, 7 миллиард ақшаны осы ауылға келіп, осы жерде инвестиция салам. Ауыл жоқ салмайсың, кет деп ол даже ойлаған жоқ. Мен де ойлаған жоқ. Басқа ауылдарға қарағанда бәрі айтады, бізге салыңдар, қарауыт кел айтады, бізге салыңдар. Талапкер айтады, біз жаққа салыңдар. Неге? Тұратыңыздар. Сіздердің қоқыстарыңызды біз ана жаққа 40 мың кісінің қоқысы, или 12, қазір Ақмолда 12,5 мың кісі тұрады. А сіздерде 40 мың тұрады. Сіздер өздеріңіз ойлаңыздаршы, чувство эффективно өздеріңіз. Сіздердің қоқыстарыңызды ертең Астана айтады бізге. Уже айтып жатыр бізге Астана. Біз сізден қоқыстарыңызды алмаймыз дейді. Неге мына жаққа өздеріңіз шулап отырсыздар? Ақмолды неге әкеледі? Талапкерді неге мұнда әкеледі? Неге? Сіздер Астана ближе же, жақын ғой. Жоқ, Астанаға алмайды, қабылдамайды. Сіз айтасыз жаңа, Асылбек жаңағыларға. Мен Астанаға апарам, сіздің шаруаңыз болмасын. Жоқ, ертең күні біз бәріміз немен қандай проблемамызды столкнемся? Бәріміз айтасыздар. Әкімге айтасыздар, маған айтасыздар. Қайда қарайсыңдар? Мусор қайда? Мусорды қайда жібереміз? Үйге көмбейміз, үйдің жанына. Космосқа жібере алмаймыз. Біз неше рет уже Астанаға хат жаздық. Мына жердегі күллі ауылдардың мусорын қайда жібереміз деп. Бір полигонға разрешение берген жоқ қой. Полигонға. Ол уақытта заводтар салынатын деген вообще сөз болған жоқ. Мына жерге Тайтөбе қосшы бар. Сол жерге біз Тайтөбеге полигон саламыз дегенде разрешение берген жоқ қой. Потому что Астананың төңірегі деп. Міне қазіргі уақытта неге мына жерге Қояндыға күліп разрешение алып отыр мына кісі? Астанада міне мына жерде самолеттар өтеді. Если маңызды не болса, қоқыс сасық болса, нетсе де, онда айтады ғой, мына жерге салмайсыңдар деп. Қазіргі уақытта мына кісі күлі разрешение документ алып отыр. Жарайды, шуламаңыздар. Ол полигонға орын табылады.
Просто мына кісінің, конечно, қазіргі уақытта проблемасы көп болады. Потому что мен тағы қайталап айтайын, ол кісі айта алмай отыр. Неге сіздер айтып отырсыз ғой, неге мына жерге жобаладың? Ол кісі уже жобасын мына жерге, осы жердің несін, тесігін бәрін етіп қарап, уже жобалап қойды ғой. Оған бәлен миллиард ақша түсірді. Например, ол жерге барып, даже анау трубы, вот эти покрытия, бәрі осы жерге саналды ғой. Оны қазір мына кісі полностью проектті қайтадан жасау керек. Бәлен миллион. Жарайды, ол да болсын, жарайды, ол да болсын. Алдында халықтан разрешение алуға қазіргі уақытта, қазіргі последний положение. Қазір ол кісі міне бір 2 жыл бұрын салса ғой, 3 жыл бұрын заводты. Ол кісі сіздерден қандай решение сұрамайтындар. Қазір заң бойынша ол кісі обязательно общественное слушание өткізу керек. Қазір қандай аудан болса, заводтар қазір салынғатыр. Шағын әлі көп емес. Даже Астанаға, ана кісіге Астанаға талқыласы. Астанаға оны кіргізбейді. Астанада өзінің нелері бар. Керімгүл ханым, мен бір-екі сұрақ қояйыншы. Мен де сұрақ қояйын, как ауылдың несі ретінде. Қазір, мен сұрақ қояйын. Сіз қараңыз, сіз Қояндыны завод саламын деп отырсыз. Сізге қызықтырып отырғаны үлкен трассаның бойында қаланың, мысалы, коммуналдық шаруашылықтары келіп әкеп төгуге ыңғайлы, дұрыс па? Ал осы сіздің ойыңыз, мысалы, осы қаншалықты ол заводқа, мысалы, рисковать етіп отыр. Ертең, мысалы, сізге біз мына Ақмола облысының бір жарым продуктісіне сіз завод салайын деп отырған жоқсыз ғой, ауылдары бойынша. Сізге продукты Астана қаласынан келеді, дұрыс па? Өнім. Егер де осы Астана үшін сіз салайын деп отырсыз, жақын ауыл болғасын. Егер де сіз тағы да конкуренция болып қалса, мысалы, ана завод мысалы іске қосылып кетсе, ертең тағы бір инвестор тартып алып, мынаны Шанхайдың бер жағын. А сізге продукты келмей қалса, сіз жұмысыңыз тоқтап қалады деп қорықпайсыз ба? Ол кезде нағыз сасқанның көкесі сонда болмайды. Халық жинап алған. Екінші сұрақ, осы 100% отход бәрі вырваться етпеуі мүмкін емес қой. А сізде қалып қойған қалдықтарды қайда апарасыз? Ол сасымай ма ертең? Осы екі сұрақ маған айтыңызшы. Мен алдында айттым ғой, 3 котлован қазылады, ішінде витамитовый плита, пленкасы болады, бәрі ол жерге жібермейтіндей. Бірақ бұның сол жердің почвасы суглинка дейді, сондай вид почвы, одан су жібермейді. Оған қарамастан біз бәрібір витамитовый плита, бәрін технологиямен, жаңа технологиямен жасап жатырмыз. Жасайын деп сондай не қойып жатырмыз, жоба қойып жатырмыз. Енді мынау сортировкадан, оны бір қаншама мың кубический метр келсе, оның 70% кейін сортировкаға кетеді. Әрбір қалғаны не өртенеді, анандай пиролизмі ашық өртенбейді, ол мынандай ана сүйректері бар, пиролизмі пеш дейді. Соған методом тления, одан газ алынады, солярка алынады. Ана ағаш тағы андай өсімдік нелер компостқа кетеді. Содан ол толуға, сол үш полигон, сол толуға ол білмеймін қаншама жыл керек. Енді конкуренция туралы. Былай айтқанда конкуренция туралы мынау Шубар сонымен ана үлкен ауданның қаланың Қызылсуаттан қаланың ВРВС деген мәшінесі, Жанажер деген мәшінесі ол жақта обслуживает. Қояндының газельдер, Софиевканың газельдер, әйтеуір бұлай мәшінелер, оларды вообще неге жібермейді. Сол ВРВСтер бізге мынау қаланың құралтайшысы маған келген, бірге істейік. Олардың полигондары толы. Жоқ, мен істемеймін, істей алмаймын, ондай объемға келіспеймін. Сонымен білмеймін, екеуміз сөйтіп сөзге сөз келісіп қалдық. Содан кейін олар журналистерді да жіберіп жатыр, ана залеттарды да жасап жатыр. Оны білесіз ғой, бұрын утилизбор жасаған сот, оның артында кім тұр? Подставной адамдар тұр, ана кісі Москвада. Соны Ертісбаев Лайф деген, Соловей, соның телеканалы. Сол постоянно бізге тиісіп, осылай
салдыртпау керек, не қылмау керек деп көп адамдарды жалдап бізге қарсы қойып жатыр олар. Сол Ертісбаев лайфты несін көп көрсеңіздер, кім екенін білесіздер. Мына кісі отырған жаңа Асылбек соның передачасында постоянно болады. Соның передачасында постоянно. Оны мен записта бар бәрі. А былай мен айтқанша бұл керек нәрсе енді. Бұл жай жатқанша бір шетінен сол жұмыс орындары болады. Бәрін айттым ғой, қайталай бердім. Оданша уақытты жоғалтпағанша мен анау өзім главный инженеріме берейін, технологический жағын орысша болса да жеткізсін. Сонда сен өзіңнің ауылың, осы полигонның завод салынып, өзіңнің ауылыңды жауапты сәйсен, онарды ауылдар мәжбүр етіп қоясыңдар бізге? Ол территорияны бізге Ақмола облысы деген аудан әкімшілігі берді. Қоян ауыл әкімшілігі ол 2 жылға берілген, одан кейін ол уақыт бітті, біз оны қауышқанбыз. Одан қайта 2 жылға созылды. Қазір ол ауылды Ақмола облысы сенен аудан әкімшілігі берді. Өйткені ауылдар бүкіл сенен ауылына қарайды, аудан қарайды. Ауданнан берілген жер ол. Қазір ауданның бүкіл мұсы сол жерге төгіліп жатыр. Енді ол мұсырды, мысалы мен үшін болса, мысалы сіздер бәрі ол мұсыр бізге жеріміз керек қазір. Біз аспанға көрмейміз. Мен түр қазір амал жоқтықтан тоқтап тұрмыз. Тұратсаңыз сен. Амалдың жоқтығынан оны көңіл жұмыстар жасап жатырмыз. Бірақ мен тікелей ол мұсыр сіздердің ауылдарыңыздан басқа ауылдың сіздер әкеліп жатырмын. Бірақ мен қайда айтамын. Заңның алдында, Аллахтың алдында, халықтың алдында мен оған жауап беремін. Қанша егер де сіздер Астанадан орын тауып беріп, міне Ақмоладан орын тауып бердік, Есбалдан кіре бересің, неге біздің ауылдар, басқа 16-15 ауыл бар, сол ауылдар табуға да болады. Керек болса сол ауылдар. Мен оны арай ауданның шешеді. Мен Сәтбекте жоқ па? Сәтбекте жоқ, бәрі бар. Маған берілген жерді істеп жатырмыз қазір. Қарсы қойғанда мына жерден алсақ біз заводқа тасимыз, біз іргемізде заводтың тұрғанына тасимыз. Сіздер алып одан соң тек қоярымның ғана мұсыр емес қой бұл. Бүкіл 16 ауылдың мұсыры. 16 ауылдың мұсырын тек осы қоянды ғана әкеліп келесіздер ме? Басында сіздің ауылдың бағанын жатқанда мен келгем. Көрдің ауылды ше. Ауылдың ше. Сонда құншылы солай жатқанда мен келгем. Міне 3 баладан дедім. Сүт келіп күнсін салып, осы кісін жерден төкеміз ол мұсырды. Ауылдағы мұсырды мына кісін жерден төкеміз. Мен Алланы айтып жауап беремін. Одан кейін аудан басшылары көңіл кесіп, ақан осы жерге заң бойынша қосып, көтереміз. Болашақта шешім табылады. Содан кейін қояндан бастадық. Одан кейін шұбарын алып, ақбүкілін алып келдік. Бәрі 2 жарым теңгеден түрінен талап келді, 3 миллион жол алып одан кейін. Қысқалата 3 миллион түрінен. Соның бәрі бітіп, осы жерге ауданның жері болғандықтан, қазір сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Егер де сол ауылдың атын әкімдері, аудан әкімдері, сол ауылдың атын ота тауып келсе, қоянды да түсіндіреміз, енді қазір сол салған завод бір жыл жұмыс айтып жұмыс жатыр. Басқа ауылдардың Алланың алдында жауап береміз. Сен Алланың алдында жауап бересің, жауап бермейсің, қойып қалып. Просто сен осы ауылдың тұрмысың ғой. Еліңе қалай жаның ашымайды. Міне осы айдың әр жағында сен полигон тұр. Это же онкология ғой. Қаншама ең жатыр. Сен өзің ойлашы, келешегін ойламайсың. Одан кейін міне районның жаңағы мәслихатына депутат келіп отыр мына кісі. Районның әкімінің орынбасары келіп отыр. Мына кісі. И өзің тұрсың. Бәрінің сөзі бір жерде қарасақ. Бір жерде. Біздің халықтың сұрап отырғаны, біздің ауылдың қасынан 5 километр емес, бізден 10-15 километр алыс
қоқысқа салсаң ешкім істемейді демесең. Тыңдашы. Сен өзің айтасың, 16 ауылдан келіп мына жерге төгіп алсаң. Оның ішінде, мен саған айтайын, оның ішінде иті де бар, құсы да бар. Дұрыс па? Ол қазір ашық жатыр. Ашық жатыр ғой. Шын ғой. Жоқ, это же экология. Қалай ойламайсың, сен бізді ойламайсың, или біз ойламайсың, балаңды ала ойламайсың, 3 балам бар дейсің. Сіз 2019 қайда болдыңыз? Жоқ, 2019 көкен ал, 2019 айтасың айтып. Сен сол кезде айтпайсың өзің. Мен бар сенің мусор, сендер айтасың мусор деп. Өзің сендер түсініп тұр. Никогда мен сені үйіңнің артына шақырып мусордан кетпеген жоқ. Мен саған төлеген жоқ. Мен өз мусорымды өзім қалаға барамын. Шын керек, қалаға барамын. Жоқ, тазалай берсін. Бірақ мен сені алтай сен мен саған қашан шақырдайын. Алтай мен саған просто так ақша төледім. Бір әкеткен жоқ кісілігіне. Иә, болады ондай. Болды ол ондай. Осы 2 жылдары сені кітабын жүріс алды. Оның алдында жатты. Одан кейін барып өзім төктім қалаға барып. Одан кейін сендерге қандай сенім айтшы. Енді сен айтасың, завод айтасың. Заводқа мен сенбеймін. $3000 мен сенбеймін. $3000 бар. $3000 бар 60 болады. Қазір мен жұмысын мен маған сұрақ қойды ғой. Мен тез соны айттым. Әлі заводты алып салыңыз, жақын салыңыздар. Мен қазақстанда ауылдың проблемасын осы жерге тасып шешіп жатырмын. Ол жоқ, ол жерге шашылмасын. Бірге барайық, Астанаға барайық бірге. Астана қабылдасын, мен Астанаға өтемеймін. Пожалуйста. Айтыңыздар, жүрді барайық аға. Астана бір жақсы қой. Бардым, Астанаға қоймайық. Сен шайда бармай-ақ қой. Шайда районның әкімі болса, облыстың әкімі бар. Шешілер кәсіп, шешілер қандай. Сен оларда тұрған жоқ, шешілер кәсіп. Қайтесің осы? Маған ешкім жоқ қой. Жоқ, өзіңді кішкене көтермешейші. Саламатсыздар ма, тұрғындарымыз? Бізде осы полигон неше жыл бізге проблема болды. Басымыз ауырып, давлениеміз көтеріліп, жүрегіміз ауырып, келешекте не болады деп. Сол бізге уайым. Мынау полигон, ақан айтып атқан, 2019 жылы айдек болғанда біз барғанбыз, көргенбіз. Сонда мен жағамды ұстадым. Неге дейді? Потому что ана жерге орысшада да сөйлеймін, қазақша да сөйлеймін, араласты. Ана жерге келіп, төгіп, что только там нету. Все есть. Такой бардак. Просто слов нет. Қазір, вот жуырда біз бардық, ақан білесің, сен бізді көрдің. Қазір оны жауып жатыр. Просто закрывает, закапывает. И что будет дальше? В этом карьере что будет дальше? Об этом акимат района думал? Не думал. Подожди, я говорю сначала о полигоне скажу. Акимат не думал те года, что будет в будущем, что будет в последующем. Проводились ли исследования до этого, чтобы полигон открылся там? Не только Куянды туда свозит, а свозит и Шубары, и Толопке, как ты говоришь, 16. У них нет головной боли. Почему мы должны за это страдать? Почему у нас должна голова болеть? Почему другие не думают? Почему районный, областной аким раньше об этом не думал? Это же надо было предвидеть, что такая будет экологическая катастрофа. Просто катастрофа. Вот сестру айтыңыз. Онкология, в первую очередь. Астма, аллергия и т.д. и т.п. Аким знает прекрасно. У нас не только этот полигон, не только мусороперерабатывающий завод. У нас еще алюминий завод, головная боль. То, что строится сейчас. Вот. Начихали на народ. Просто начихали. Почему? Потому что карман. В первую очередь о кармане думают. А не о народе. А не о будущем. А не о будущем поколении. Вот в чем дело. У меня просто слов нет на это. У меня волосы дыбом становятся от этого бардака и беспредела. Думает только о сегодняшнем дне. А что будет с нашими детьми? Что с нашими внуками и правнуками будет? Какая будет экология? Какой будет воздух? Какая будет вода? Там полигон. А там, вы знаете, мы со
посмотрели, а там маленькие озера. А эти озера стекают все в озеро Коянды. Дальше эти озера, дальше стекают они туда, в Софийскую. Под Софийкой, там, в Софийке, мы получаем воду, откуда мы пьем. А там питьевая вода, кстати. А там подземная вода. Подземное озеро очень большое. Вот с этого полигона истекает вот эта вода туда. Вы понимаете? Вы понимаете, что это такое? Что будет дальше, в последующем? Об этом ни районный акимат, ни областной об этом не думали. И не думают вообще. А мы думаем. У нас голова болит за это. У меня просто слов нет. Проводились ли исследования перед тем, как планировать не только полигон, но и мусороперерабатывающий завод? Он говорит, вот, сысайтасыс, что будет бетонитовые или бетонитовые плиты. А где вероятность, что они будут нормально установлены? А где вероятность, что целлофан этот? Я не верю этому качеству, тем более сейчас. Тем более, если бы это было государственное, другое дело. Частное я не знаю. У нас частных много. ТЭЦы, ГРЭСы, все это частное. И к чему привело это? К чему привело? Боже мой, это просто мне прям... Позволите? Дальше, вот. Как вы думаете, что мы ожидаем последующие годы после его строительства мусороперерабатывающего завода? Что будет последующим? Мы не знаем. Я вот сейчас просто перешла на мусороперерабатывающий завод. А про полигон, вот мы ездили, там просто он закапывает. А там пластик. А там все. А вода-то рядом. Там карьер, вода рядом. Там немного, там много очень озер. Он просто закапывает. Почему вы об этом не думаете? Почему начальство, районный акимат, для чего? Почему областной не думает сначала вот это переработать полигон городской переработать? Вот это проблема. Это любой может там загадить. Бросили, в другом месте загадили. Так не пойдет. Просто не пойдет так. Надо сначала переработать то, что есть. Зачем закапывать? Перерабатывать надо. Об этом надо думать. Переработать полигон городской. Потом только дальше. Надо с малого начинать. Почему сразу большой? Почему все, я имею в виду с маленького, маленький мусороперерабатывающий завод. Посмотреть. Потом уже дальше. А не с большого. Что будет последующим? Мы же не знаем. Позвольте, я вам отвечу на этот вопрос. Да, вот насчет воды, обследование гидрогеологии научными институтами там проводилось. Именно я не говорю о свалке, вот, которая рядом Кояндинской. Это проводилось, бурилось. А насчет вот этих озерок, это, я хочу сказать, это не снуры, это вообще никак не подходит к этому пониманию, что это снуры. Там я говорил, почвенный слой суглинки. Вот цемент қатып қалса, су кішкене тисе арғырта жібермейтін. Сол жаңбырдың суы, қар ергеннің суы кішкентай жерде жиналған, оның бәрі обследование құр босқадан босқа бізді завод сал деп сол жерді жібермейді. Бұның бәріне проектісі бар. Поэтому вот немного в заблуждение вы вводите, что это вода какая-то каким-то артериям подключена. Мы можем эти обследования дать, можем показать, где они бурили в 20 местах и так далее. Теперь насчет онкологии и других заболеваний. Я говорил, где-то в километре есть большая мусорка городская. Үлкен 40 гектарма беті ашық. Астананың свалкасы тура біздің қасымызда 1 километр. О жақтан тышқандар келіп жатыр ма 1 километр. А былай қарағанда Роза ветров оттуда больше бьет, чем нас. Наша в стороне. У нас Роза ветров мимо Коянды идет. Подождите, я вас прерву. Роза ветров как раз оттуда, юго-запад. Полигон, вот то, что жег Ахан. Мы 10 дней дышали этим воздухом.
Подтвердите? Не надо говорить, Роза Ветров не оттуда. Вот как раз Роза Ветров не оттуда. Оттуда именно юго-запад. Откуда полигон и в будущем, где будет, и планируете строить мусороперерабатывающий завод. Bir kun, iki kun kaçırganda onun kelgen yok. Kalan günde baş kelgen yok. Endi şundaqdagi Как вас имя Знаете, Хайрат, здесь столько людей. Подождите, я скажу. Здесь только... Ахан, подожди, я тебя не прерываю. Здесь вы здесь не живете, Ахан здесь не живет, Акым здесь не живет, а живем мы. Вот здесь простой народ здесь живет. И мы дышим этим воздухом. Не надо, Ахан, не надо сидеть и улыбаться. Мы этим воздухом дышим. И никто, кто будет это брать? Скажите, правда же было? 10 дней мы дышали этим воздухом. Вы приехали, уехали, а мы ночью и ночью запах шел, что невозможно было окна открыть. И днем, и утром рано. Қатты өртенгенде келген шығар. Бірақ қалған күндерінде болдым, қалған күн. Енді қазір сасит дейсіз, мына мектептің ең шетінде осы ауылдың далаға шығып бәріміз көрейікші, қандай иіс бар. Далаға шығып көрейікші. Қазір күннің ең ыстық жері. Bir қазақ дамып жатса, бір қазақ кәсіпкер болса, қуанамын. Сізді қолдаймын. Бірақ сіз сол мұсыр заводты мынау жердің мына жағына салыңызшы. Мына жер қаншама халық бар мына жерде. Мына жерде 2 жарым мың бала оқиды осы мектепте. Мына менің үйім осы жерде жағынан Жүнісова көшенің бойында тұрады. Таңертең ерте сағат 3-тің кезінде, 4-тің кезінде сол 5-ке дейін жүрсеңіз, таңертең 3-те 5-ке дейін жүрсеңіз, мынау мұсырдың иісі сасып тұр. Сосын кешкісін жатарда, мына ауаның сирек кезінде сіз кешкісін жатар кезде терезені ашсаңыз, аша алмайсыз. Қаланың сасыны келіп жатыр. Ал біз бала шағамыз ойлайықшы, келешегіміз ойлайықшы, мен сіздің жұмысыңызға қарсы емеспін. Байыңыз, даңыңыз, бүкіл қазақ байысын мынау. Міне осы мұсырдың иісі мына Жүнісова көшенің бойында біраз жерге дейін келеді. Бір. Сосын да 4-ші микрорайон кісілер бар ма? 4-ші микрорайон шетіне дейін келеді. Жер жоқтың иісі. Көрдіңіз ба? Мен сіздің заводыңызға қарсы емеспін. Сіздердің әкеліңіз, наныңыз оған ешқандай... түсіндім айтқаныңыз. Айтады, мына не сасылады дейді. Сосын біз айтпаймыз. Жаңағы сеп соның ұялады. Ал, мынау қалаға кіресің, кіріп баратын кезде мынау естің өзі ұят қой. Ертең біз қазақ үшін, өзіміздің халқымыз үшін жұмыс істейікші. Ал керек болса 30 километр континент жүрсін. Жаңағы айтады, ақша төлеуге қашпайды. Жоқ, мен түсіндім ғой. Бәрін түсіндім. Сізге бір сұрақты қайталап айта бересіздер. Аяйт. Проектіңіз бар, жақсы. Оның бәрін алдыңыздағы халық мекен тұрмайтын жерге тек қана қоян дейміз, мекен тұрмайтын жердің бәрі батыстан оны сіз 10-шы рет қайталап отырсыз. Онdan шықты, сол бір сөзді айтты. Мен үшін тағы түсінді көрейік. Бұлай айтқан сіздің үйіңіздің қасына қанша мың қойып қоян мына қаланың 1 километр полигоны қасына барыңыз 1 километр ана қаланың келмей